Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айзада. Бүгін әзірленуі жеңіл әрі өте пайдалы шпинат қосылған құймақтың рецептімен бөлісемін. Шпинаттың құрамында пайдалы және маңызды микроэлементтер, көптеген дәрумендер, минералды тұздар және органикалық қышқылдар бар, және де құрамында йод көп. Сондықтан каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, осындай пайдалы тіске басарды менімен бірге әзірлеңіз. Кез келген блендерге 100 грамм шпинатты саламыз. 100 грамм сұлы жармасы, 2 ас қасық чия, қолыңызда болмаса бір дана жұмыртқамен айырбастауға болады. Қалаған дәмдеуішіңіз немесе прованс шөптері, тұз, жарты шай қасық қопсытқыш, 240 мл өсімдік сүті. Әрине орнына қарапайым сүтті қолдансаңыз болады. Сұлы жармасы мен чия әртүрлі маркалардан болғандықтан сұйықтықтың мөлшерін сіңіруі де әрқалай. Сондықтан сүтті ең соңында қосып, сұйықтығын өзіңіз реттеген дұрыс. Құймағымыздың қамыры қоюлау болып шығу қажет. Барлық ингредиенттерді салып, біркелкі болғанша айналдырамыз. Қамыр 10-15 минут қоюланғанша тұруы қажет. Құймақтарды екі жағынан жабыспайтын табада қуырамыз. Қалауыңыз бойынша аз мөлшерде май қосуға болады. Менде уақыт тығыз болғандықтан қуыруға бірден кірістім. Бірақ сіздер 10-15 минутқа міндетті түрде қойып қойыңыздар. Сонда құймақтарыңыз қоюланып пісіруге дайын болады. Баяу отта 1-1,5 ас қасықтан үлкен емес көлемде құямыз. Сонда құймақтарымызды аудару жеңіл болады. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Табаның қақпағын міндетті түрде жауып пісіреміз. Әркімнің пеші, табасы әртүрлі болғандықтан өздеріңіз қарап тұрыңыздар. Бір беті піскеннен кейін келесі бетіне аударамыз. Осылай барлық құймақтарды пісіріп шығамыз. Міне біздің пайдалы құймақтарымыз дайын болды. Салатпен, таңғы асқа немесе түске басарға өте дәмді әрі ыңғайлы. Сондықтан міндетті түрде әзірлеп, пайдалы тамақтанайық. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, үлкен рахмет. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Аман сау болыңыздар.